250 мың доллар. Осыншама ақшаға сіздің қорадағы бір керексіз затты сатып алам деп біреулер хабарлама жіберсе, не істейсіз? Қора қопсынды қопарып, астын үстіне шығарып, адақтап кетесіз. Дәл қазір Түркістан, Жамбыл, Алматы өңірінің жұрты солай сабылып іздеп жүр. Іздеп жүргені жарғанаттың ұясы. 250 мың долларға мұны арабтар сатып алмақ екен. Не дейсің, ол ұяның ішінде рактан жазатын, адамды мәңгі жас қылатын сұйықтық бар екен. Амрита Кокон дейді әлгіні. Бір қызығы, айдалада жатқан бұл қандай батпан құйрық деп сұрақ қойған ешкім жоқ. Үңгір аралап кетті. Біздің журналист бұл әңгіменің қаншалықты шындыққа жанасатынын білмек болып, зерттеу жүргізді. Алмас деген бауырымыз екеуміз жарғанаттың ұясын сатып келе жатырмыз. Мыш-мыш ақша көрсетіп, әлгінде ғана жарғанат ұясын сатып алдым деген осындай видео Фейсбукта да, Ватсапта да өріп жүр. Осыны көрген жұрт, осы жерге ұшып кіріп жүрушек деп қыстың күні үйінің қорасының шатырын ашып жауып әлек. Жарғанаттың ұясын іздеп жүр мыналар. Қыстың күні үңгір аралап кеткендері қаншама. Страшный екен ғой, ше. Не дейсің, жарғанат ұясын сатып миллионер болып кетіпті деген қаңқу сөз өте көп. Тап мынау адам байып кетті дейтін, бірақ нақты адрес жоқ. Әйтеуір жұрт айтып жүр солай. Ал жұрттың бәрі айтып кетсе, ол әлбетте алаяқтық. Бұл кәдімгі 5-6 адамнан тұратын ұйымдасқан алаяқтық. Не дейсің, әлеуметтік желіге жарғанаттың ұясын 5 мың доллардан 250 мың долларға дейін сатып алам деген қаңқу сөз таратам. Әлбетте, сыбайласым әлгі жарғанаттың ұясына ұқсас бір тауармен келе қояды. Мен уәде еткен әлгі 250 мың долларды шытырлатып санап беремін. Осы сәт әлеуметтік желіге мыңдап, миллиондап жүктеліп жатады. Мұны көрген жұрт, қарапайым жұрт не істейді? Еліріп, қора қопсысын ақтарып, іздей бастайды. Соңғы ақшасын шығара бастайды. Себебі жарғанатты табу мүмкін емес. Осы кезде менің тағы бір сыбайласым шұғыл ақша керек. 5-6 жарғанаттың ұясын бар жоғы 5 мың долларға бере салам деп жарнама жасайды ғой. Мұны аңқау қазақ сеніп қалады да 5-6 ұяны ұстап байып қалам деп маған шауып келеді. Жоқ, кешір, арабтар бұл бизнеске тыйым сал. Сатып алмайым, ренжімеш. Деп осылай айта қояды алаяқтар. Сонда бір сәтте байып кетемін, ақшаның астында қалам деген қарапайым қазақ түксіз қалады. Жоқ, ұямен ғана қалады. Ал алаяқтар міне ақшаның астында. Жарғанаттың ұясы демекші. Биолог ғалымдар айтып отыр. Бұл мақұлық ұя салмайды деп. Енді жарғанат ол кәдімгі тышқан. Тышқан дегенің жылқы секілді жануар. Ал енді сізге жылқының ұясын сатып алам десем, абсурд па? Жарғанат ұясы дегенде тура сондай ұят әңгіме. Летучие мыши, гнезд. Жарғанаттың ұясын тапқан адамға бірден Нобель сыйлығын ұсынуға болар. Себебі жарғанат ұя салмайды. Ол кәдімгі тышқан секілді ағаштың қуыстарында, шатырдың астында үңгірлерде өмір сүреді. Ол баласын кәдімгі тышқан секілді тері туады. Төлі анасына жармасып алады. Бір айдан соң өзі де ұшады. Ал мынау видеодағы кокон бұл тропикал араның ұясы. Ал енді бір видеодағы кокондарды аферистер лай саздан жасап алған. Алданып қалмаңыздар, жарғанатты ұя болмайды. Сонымен жарғанаттың ұясы болмайды. Ал мынау видеодағы не бұйым? Бұл құрқылтай дейтін құстың ұясы. Келесі көктемнен бастап бұл әдемі құсты қазақ жерінен көрмейсіз енді. Жоғалттық. Себебі жарғанат ұясы екен деп ауылдағы жұрт осы құрқылтайдың мыңдаған ұясын бұзып тастаған. Қазығұрт ауданы бүгінгі жарғанаттың ұясын көптен бері іздеп жүрміз. Соны бүгін таптық, алып келдік. Ал енді ұя ішіндегі сұйықтық жайлы бір ауыз сөз. Оны Амрита өлместің суы деп жатыр. Арабтар соған қызығып 250 мың доллар береді екен. Ертеректе перғауындар ішкен, бүгінгі күні оны президенттер, байшкештер пайдаланады екенміз. Пайдалы жақтарын айтып отыр. Жүрек ауруға, инсультқа, дағы паралич, любой слабый организмде оживлять етіп жақсы тәсір береді. Не дейсің, мынау сұйықтық рактан жазады екен. Мәңгі жас қалпыңда қалдырады екен деп жүр. Бұл айтқандарына жұртты сендіру үшін не бір тәжірибе жасап әле. Бұл не пәле? Вот, раковая опухоль. Мы тоже продаем. Да. Она напихивается. А есть еще вот такая
магнитная штучка. Вот она внутри. Я бұл баланың ойыншығы. Магнитті сұйықтық деген аты бар. Үйде де жасап алуға болады. Кәдімгі магнитті ұнтақтап, оған май құйсаң осындай қоймалжың шығады. Магнитті жақындат, осылай зыр жүгірет, пошымын өзгертет. Түсіндіңіз ғой. Сонымен жарғанат ұясы алмайды. Ұясы болмаса мынадай өтірік сұйықтық та жоқ. Бұл жай ғана ойыншық. Бір күлкіңді келтіретін нәрсе, жұрт осыған сеніп жүр. Жарғанаттың жаңағы ұясын іздеуі біздің жаңағы надандығымыздың, біздің жаңағы білімсіздігіміздің белгісі деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден, бұл ақпараттық салада біз қазір көріп жатырмыз, көп негативтің жаңалықтар көп. Соның орнына жаңағыдай ақпараттық танымдық бағдарламалар болса, мысалға National Geographic болсын, Discovery болсын, ғылымға негізделген, білімге негізделген ақпараттық танымдық бағдарламалар көп болса, бұндай жайттар орын алмайды деген ойдамын. Бүгінгінің үлкен қасіреті, жұрттың бәрі бай болғысы келеді. Еңбекпен, ақылмен емес, әп сәтте үлкен ақшаны тауып алсам, ие болсам дейді. Осы жолда жазықсыз тіршілік иелерінің ұясын ойрандап, мүйізі үшін қырып, өсімдіктерді түп тамырымен жойып, шетел асырып жатыр емеспіз бе? Обал сауап қалған бізден. Жануарларымызды құртып, құстарымыздың ұясын бұзып жатқан жоқ Қытайлар. Оны бәрін істеп отырған өзіміздің қазағымыз, өзіміздің қара көзіміз, басқа ұлтта емес. Оны жаңағындай күнкөрістің қам етіп, басқа адал жолмен астаппай, жаңағындай осындай табиғатымызды бұзу арқылы арам ақша табам деп жүргендердің енді обал сауаптан олардың мақұрым қалған деп ойлаймын. Қыстың қақаған ортасында үңгір түбінде ұйқыда жатқан жарғанаттарды ұяз деген пысқайлар оятып үркітіп жатыр. Жарғанат. Олар оянып кетсе, қайта ұйқыға кете алмайды, үсі бөлек. Ал жарғанат қырылса, көктемде оңтүстік аймақта безгек эпидемиясы басталады дей беріңіз. Жарғанат небір ауру таратушы маса шыбынның 2 миллион данасын бір түнде жеп қоятын жәрдемші мақұлық еді деп өткен шақта сөйлеп жатырмыз. Себебі қазір жарғанатқа геноцид жасап жатырмыз. Нұрбек Бекбол, басты бағдарлама.